Сәлем достар, сіздермен бірге мен Бека. Бүгін біз сіздермен бірге золотаны қайда жаратуға болатындығын айтатын боламыз. Көп адамдар сұрайды менен, золотаны қайда жұмсауға болады? Менде 20 мың золото бар, андай менде ақша көп, типа. И біреулер айтады, мен ақшаның бәрін джекпотқа құртып жүрмін. Достар, ол қате. Джекпотқа құрту ол қате. Неге дейсіздер ма? Мысалы, джекпоттан былай қарайтын болсақ, күніне бір бесплатно джекпот беріледі. Соның өзінде 7 күнде 7 джекпот ашсаң, одан кейін гильдиядан берілетін бар. Сонымен бесплатналық джекпотты аптасына 20 рет ашып наградадан алуға болады. Ал енді видеодағыдай видеоның негізгісіне көшетін болсақ, ақшаны қайда жұмсауға болады? Біріншіден, ақшаға өте тиімді персонаждар алуға болады. Ақшаға алатын персонаждарға келетін болсақ, ең тиімділері ол София деп Оливияны көрсең қалай болды? София мысалы автоматтың патрондары рюкзакта орын алмайды. Бұл өте жақсы тема негізі. Сондықтан Софияны алуға тұратындақ. Жоқ, маған тастама. Және де маған алу керек. Мен әлі ашпаған Тимурдың жұдырығымен ұрған соққысы адамды ұрып өлтіруге болатын өте жақсы нәрсе. Одан кейін Келли, жақсы персонаждар алуға болады. Сонымен қатар мынандай навыктар ашамыз. Менде Софияның навыгі тұр. Навыктар ашқан сайын, міне Мигельде мен өзінің бірінші әрине өзінің навык тұрады. Екінші Софияның қойдым. Софияның жаңағы автоматтың оқтары рюкзакта орын алмайды. Және де үшіншісі Антонионко. Жоқ, тастама. Үшінші Антонионко. Ол мен ойын басында 225 қырқымен шығамын. Бұның пайдасы не? Бұның пайдасы енді жаңа Антонио, София, Мигель үшеуінің навыкі бір жерде пайдаланылады. Мигельде енді 3 навык болды. Осыны жерлерде пайдаланылады. Бұны ауыстыруға да болады. Бұлай мысалы басқасын қоямыз деген сияқты. Солай өзіңе қайсы ұнайды, солсын. Болмаса өзің қалай ойнайсың, мысалы железный воля. Сен безопасный зонаның сыртына қалсаң, уроның аз кетеді басқаларға қарағанда. Сен зонаның сыртында ойнайсың ба, өзіңе байланысты. Мен Антонионы қоям. Солай ақшаны жаратуға болады. Мен не бар? Мен Оливияны көтерем. Оливия. Себебі если мен турнирлерде немесе тағы басқа отряд дуо ойнайтын болсам, маған Оливияның навыгы керек болады. Оливияның навыгы, мысалы, былай алатын болсам Оливияны. Ол мен қасындағы товарищым көтерілетін болсам, ода автоматически 18 хп болып тұрады. Сондықтан мен оны өштетемін. Достар, ақшаны осындай жерлерге жарату болады. Если сіз ақшаны қайда жарату керек екенін әлі білмеген болсаң, онда менің видеом саған көмектесті деп ойлаймын. Бәріңе рахмет, бәріңе пока-пока.